Қазақша психологияны дәріптеуші Құралай Ошақбаева күйеуі жайлы жан сырын ақтарды. Құралай ханым лақап есіммен танымал психолог алғашқы бағдарламасында жұбайының көзіне шөп салған уақытын еске алды. Ер адам 30 жасқа келгенде шай қой дейді екен. 40 жасқа келгенде шай ішеміз бе дейді екен. Ал 50-ге келгенде шай қойып қойдым, жүр ішейік дейді екен. Сол сияқты менің азаматым да 50-ге келді, оның үстіне 6 баламыз бар. Сосын ол да көп оқиды. Әйелі Құралай еместер де оқып дамып жатыр. Елдің бәрі қазір тыпырлап бір нәрсе іздеп жүр деді Құралай ханым. Сонымен қатар бағдарлама жүргізушісі Құралай ханымнан неше мәрте көзіңізге шөп салды деп сұрады. Жаңадан үйленген жылдары болды. Негізі менің психологияға келуіме отбасыдағы жағдайлар әсер етті. Содан кейін мен көп ізденіп оқып психологқа бардым. Сайттар болатын, сол жерден оқыдым. Сөйтіп отбасымызды бір жүйеге келтіріп алдық. Қазір бетіне баспаймын. Ол жағдайға алғысым шексіз. Егер ол жағдай болмаса, мен әлі ауылда сиыр сауып отырар едім деді Құралай ханым.